Сәлем достар, сіздермен бірге мен Айғаным, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығатын, тез дайындалатын, кокосовый стружка қосылған өте дәмді печенье жасаймыз. Оған керекті заттар май, қант, ұн керек болады, және разрыхлитель, ванилин, шым-шым тұз, жұмыртқа керек болады. Ең алдымен ыдысқа майды салып, үстіне қант салып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Жұмыртқаны сала қоямыз. Венчикпен біркелкі болғанша араластырып, разрыхлитель, ванилин, тұзымызды бірге салып жібереміз. Араластырып, енді кокосовый стружка салып, венчикті алып тастап, лопаткамен араластырамыз. Ұнды илектен өткізіп, қамыр илейміз. 10 грамм плюс-минусымен жүреді. Қатты қолға жабысып жатса 10 грамм. Көп қоспаңыздар ұнды. Осындай жұп-жұмсақ масса шығуы керек. Енді листімізді, формамызды дайындап аламыз. Пергамент қағазын төсейсіздер, немесе листті жақсылап майлайсыздар қар маймен. Кокосовый стружканы бір ыдысқа салып, осындай домалақ форма, бір чайный ложка қамырға осындай домалақ форманы келтіріп, кокосовый стружкаға аунатып, формамызға арасын алшақ етіп жайғастырамыз. Барлығын бірдей қатты қызартпай, сарғыш қылып пісіреміз. 180 градуста 12-15 минут пісіріп аласыздар. Печеньеміз дайын. Бөлінгенде өте жұмсақ, жақсы көтерілген. Видео ұнаса, менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.